бір күні пойызда кетіп бара жатырмын. Сосын бір дін жайында әңгімелесіп кетті. Жанына бір жасы үлкендеу кісі болды да, сосын әзіл жайында әңгіме кетіп қалды. Сол кезде мен айтып жатырмын, әзілдің шекарасы бар, қатты әзілдесе беруге болмайды, тілім бар деп сөйлей беруге болмайды десем, айтады ғой, мынау класстастардың арасында әзіл деген жаман жүреді екен дейді. Сөйтіп бір күні дейді, жаңағы мен бір кісілерді білемін дейді, 9 жыл бойы бірге не істеген ғой, тұрған. Бір-екі жас жұбайлар болған, бірақ араларында бала жоқ та, бала көтермеген. Сөйтіп, 9 жылдан кейін енді әйел бала көтеріп қойған ғой. Құдай береді да, сондайлар бар бізде. Онда оқиғалар бар, мысалы, біреулерге тіпті 20 жылдан кейін бергендер де бар ғой ол. Ибрахим алейхиссалам тіпті жасы үлкен кезде, Закария Ибрахимдарға жастары үлкейген кезде берген ғой баланы. 99 жас. 80-де, 90-да түрлі риуаяттар. Енді жаңағы қараңызшы, бала көтеріп қойған, бір класстасы келіп әзілдеп айтып қалған ғой. Осы уақытқа дейін жаңағы сенен бала болмады, басқа біреуден емес пе деп қойған. Әзілдеп айтып қойсаң да кетіп қалған. Не ғой, сала сағаннан уды былай лақтырып кеткенде кетіп қалған. Ойында түк жоқ, бірақ класстастар әзілдесе береді. Былай ойланып деп жаңағы әңгіме бастаған ғой. Сен өзі мынау қалай сонда деп екеуінің арасында қырылыс болып кеткен, күмәнданған, өзі кез келген үлкен ұрыс кішкентай бірдеңеден басталады. Қарап отырсаң, үйдегі де үлкен болып екеуі ажырасып кеткен ғой. Құдай 9 жылдан кейін бала беріп тұр, бірақ ажырасып кеткен де. Ой Алла. Осының барлығы не? Дұрыс емес әзіл ғой, дұрыс емес әзіл ғой.